Бұл әлемдегі ең қымбат әрі ең қауіпті жарнама. Мұнараның үстінде күлімсіреп тұрған бортсерік. Бұл көріністі компьютер жасаған деп ойлайсыз ба? Жоқ, бұл шын жарнама. Бұл Emirates әуе компаниясының жарнамасынан алынған нақты кадрлер. Сіз бортсеріктің жарнамалық ұранды қалай ауыстырып жатқанын анық көріп тұрсыз. Және артқы фонда Дубай Экспо көрмесі бейнеленген ұшақ ұшып бара жатыр. Қараңыз, бұл әлемдегі ең биік ғимарат Бурдж Халифа. Оның биіктігі 828 метр. Ал бұл қыздың тұрған жері ғимараттың ең биік нүктесі. Шын мәнінде бортсерік авиакомпания қызметкері емес. Бұл каскадер қыз. Мұнараның басына жету үшін оған 75 минут қажет болды. Артқы фондағы ұшақ төмен жылдамдықпен ұшып, мұнараны 11 рет айналып өтті. Каскадер қыз 4 сағат бойы мұнара шыңында тұрды. Осындай дүниежүзілік сенсацияға айналған жарнамалар арқасында Emirates әуе компаниясы әлемдегі ең қымбат әуе компаниясы болып отыр. Ал сіз осындай жарнамаға түсіп көрген болар ма едіңіз? Комментарийге жазып кетіңіз. Осындай қызықты ақпараттарды біліп отырғыңыз келсе, қазақ баласына тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.